Қараңғы түсіп түн жамылған кез. Есіктің қағылған үнін естіп, жігіт есікті ашты. Кенет түсінбестен дауыстап жіберіп, «Сен кімсің?» деді. Ол, «Мен студентпін, мұнда мұғалімдермен келген едім. Бірақ олар мені жалғыз тастап кетті. Ал мен қалай қайтуды білмеймін» деп жауап берді. Жігіт, «Сен халық көшіп кеткен аймақтасың. Сенің барар ауылың оңтүстік жағында, ал сен солтүстік аймағындасың. Бірақ бұл жерде ешкім тұрмайды» деп, оның таң атқанша бір бөлмелі ғана үйінде түнеуіне рұқсат етіп, ол қыздан өз төсегіне жатуын сұрап, өзі жерге жататынын айтып, жігіт төсегінің бергі жағынан жіп тартып, жіпке мата іліп, екі араны бөліп қойды. Ал қыз болса қатты ыңғайсызданып, түнде бір әурет жері ашылып қалудан қорқып, қымтанып жатты. Жігіт қолына кітап алып оқып